Сәлем баршаға, менің каналыма қош келдіңіздер. Ең алдымен видеоны қарамастан бұрын каналға подписаться етіп, оң жақтағы колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Яғни менің видеоларымды жіберіп алмас үшін. Сіздермен осындай духовкада дайын болатын тефтилялардың рецептімен бөліспекшімін. Осындай өте дәмді, жұмсақ, балалар өте сүйіп жейтін және сочный дейміз ғой, сулы сондай тефтили болып шығады. Менімен дайындап көріңіздер. Таза ыдысымызға фаршымызды салып аламыз. Оның соңынан үткіштен өткізілген картоп, сәбіз және майдалап туралған пиязды саламыз. Одан кейін қайнатылған күрішімізді саламыз. Яғни күрішімізді 10-15 минут суда қайнатып аламыз. Орташа піскенше, қатты езіліп пісуі да керек емес. Одан кейін бір жұмыртқаны үстіне жағып саламыз. Енді мына жерде қызыл бұрыш, паприка, тұз, қара бұрыш және зира бар. Барлығын фаршымызға салып аламыз. Енді жақсылап біріккенше араластырамыз. Сіздерге қалай ыңғайлы, осылай лопатамен не болмаса қолмен де араластырып алсаңыздар болады. Фаршымызды жақсылап араластырып алдық. Енді формамызды, менде осындай шыны формада пісіретін боламын духовкада. Формамыздың айналасына, ортасына жақсылап сұйық майды жағып аламыз. Ал енді формамызға шариктарымызды, яғни тефтиляларымызды осылай қолмен біріктіріп, домалақ етіп теріп шығамыз. Орташа етіп, қатты үлкен болуына керек жоқ. Қатты үлкен болса, ортасы дұрыс піспей қалуы мүмкін. Осылай домалақ орташа етіп, домалақ шариктерді дайындап аламыз. Шариктарымызды, яғни тефтиляларымызды осылай дайындап алдық. Менде 15 штук шықты. Ал енді картопымызды алып, осылай домалақ тәріздес етіп турап аламыз. Қатты қалың да керек емес. Жоқ, орташа етіп, 2-3 миллиметр етіп осылай турап аламыз. Туралған картоптың үстіне сұйық май, азғана сұйық май құйып, көз мөлшерде тұз салып, жақсылап қолмен араластырып аламыз. Ал енді картоптарымызды алып, осылай тефтилялардың орталарына, біреуден, шеттеріне, екеуден қойып шығамыз. Қатты тығыздап қоймаңыздар, орталары кішкене ашық болу керек. Өйткені біз қазығын орталарына соусын құямыз, яғни піскенде орталарды жақсылап пісуі керек. Міне картоптарымызды жақсылап араларына салып, дайындап алдық. Енді соусын дайындаймыз. Енді соусын дайындау үшін бізге су керек болады, яғни суық су. Оның үстіне бізде 2 ас қасық кетчуп бар және 2 ас қасық қаймақ, тұз бар. Барлығын суымызға салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Біздің соусымыз дайын болды.
Енді соусымызды, дайын болған соусымызды осылай тефтелелердің үстіне құйып шығамыз. Біз соусты көптеу жасадық, өйткені біздің фаршымызда күріш бар, ал күріш суды өте жақсы көреді. Сол үшін соусын көптеу қылып жасадым. Міне енді барлығын соусымыз құйып болғасын, пешке 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Міне біздің тефтелеріміз пештің ішінде осылай әдемі болып пісіп жатыр. Енді пісуіне бір 5 минут қалғанда духовкадан аламыз. Не үшін екенін қазір айтамын. Бізде 40 минут уақыт өтті. Енді осылай духовкадан алдық. Оның үстіне өткіштен өткізілген ірімшікті саламыз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша салмасаңыздар да болады, бірақ ірімшік қоссаңыздар, одан да өте дәмді шығады. 5 минутқа пешке салып аламыз. Біздің духовкадағы тефтелейіміз дайын болды. Түрі осындай әдемі болып шығады. Дәмі өте керемет болады. Сыр қоссаңыздар, одан да дәмді болады. Сіздер жасап көріңіздер, балаларыңызға жасап беріңіздер. Балалар өте сүйіп жейді. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.